Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында компот дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алманың қағы, каркаде және де лимон, 2 алма, сонымен қатар апельсин керек болады. Апельсин менде орташа көлемде болғандықтан 2 штугын алдым. Сіздердің апельсиндеріңіз үлкен болып жатса, бір ғана штугын қоссаңыздар жеткілікті. Енді алманы кез келген формада өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап, ортасындағы дәндерін алып тастаңыздар. Достар, егер маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді және де менімен бірге үй жағдайында компот дайындауды ұмытпаңыздар. Мен таңдап алған апельсиннің іші осындай түсте болып шықты. Бұл түстің бір ерекшелігі бізде ерекше дәм береді және де сонымен қатар компотымыздың түсін ерекшелендіре түседі. Мінекей достар, осындай түсте ерекше апельсиннің түрі болып шықты менде осы жолы. Лимонды тураған кезде ортасындағы дәндерін алып тастаған жөн, өйткені біздің компотымыз қышқыл болып кетеді. Сондықтан да міндетті түрде барлық лимонның ішіндегі дәндерін қалдырмастан алып тастағандарыңыз дұрыс. Мінекей қыздар, мен барлығын дайындап, турап қойдым. Енді қазір ыдысымызға салып, қалған ингредиенттерімізді қосып қайнатуға қоямыз. Қағымызды саламыз және де каркадені қосып, қатты отта 20-25 минут қайнатуға қоямыз. Негізі біздің компотымыз 10 литр болып шығады, бірақ қайнатуға қойған кезде мен өзім үшін 11 литр су құямын, өйткені қайнау барысында суы азайып және де біздің жеміс-жидектеріміз суды өзіне сіңіріп алады. Сондықтан да мен 1 литр артығын құямын. Енді сіздер егер де қатты тәтті болсын дейтін болсаңыздар, онда сол 10 литрді ғана құйсаңыздар жеткілікті. Мінекей біз компотымызды енді барлығын біркелкі етіп араластырып, үстіне өлшеніп алған қантымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 20-25 минутқа қайнатуға қоямыз. Мінекей бізде компоттың түсі қазірдің өзінде қызара бастады. Ол бізде қайнап болғаннан соң қызыл, әдемі, қанық түске ие болады. Мінекей біздің компотымыз қайнады. Енді осы бетін жартылай жауып қойып, қалған уақытымызды қайнатамыз.
Достар, мінекей менің компотым дайын болды. Өте дәмді және де қанық түсті компот шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менімен бірге болып видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Барлықтарыңызға да ас болсын, отбасыларыңызды қуантып, менімен бірге қалған видеоларымды көруге асығыңыздар. Сау болыңыздар.